Стоп! Магистратураға түсер кезде мамандықты өзгертуге болады. Бірақ та алдыңғы жылы өзгертуге болмайтын еді ғой. Дейтін болсаңыз, 2020 жылы магистратураға түсер кезде мамандығыңызды ауыстыруға болмайтын. Яғни сіз бакалавр дәрежесінде қай мамандықты бітірдіңіз, магистратураға сол мамандыққа түсуіңіз керек еді. Бірақ та сол 2020 жылы көптеген абитуриенттер бұған наразы болған болатын. Сол себептен биыл оған қайтадан, яғни мамандығыңызды ауыстыруға қайтадан рұқсат етілді. Ал разницасы не болмақ? Сонда мен бакалавр дәрежесін филологияда оқып, магистратура экономикаға түсетін болсам, сонда мен қанша разница төлеймін деген сұрақтар сіздерде әрине туындайды. Ол разницаны сізге түсейін деп жатқан университетіңіз есептеп береді. Яғни әр университеттің өзінің бөлек кредиттері, әртүрлі кредиттері болады. Сол себепті ол жайында сіз университетпен хабарласуыңыз керек. Ал сонда қандай плюстары бар? Түсуге негізі кеңес бересіздер ме? Әрине. Себебі сіз бакалавр дәрежесінде оқығанда, сол мамандықтың маманы ретінде өзіңізді көрмесеңіз, онда магистратурада өзіңіздің қалаған, жүрегіңізге жақын мамандығыңызды таңдай аласыз. Яғни сіз өзіңізге білімнің жаңа бір қырларын аша аласыз. Минустар да бар шығар? Әрине бар. Бүкіл нәрсе идеальный емес. Сіз магистратураға көшкенде мамандығыңызды ауыстырсаңыз, сізде сол мамандықтың бакалавр дәрежесінде оқытылған базовый информациясы болмауы мүмкін. Яғни сіз базовый мамандықтарын оқымадыңыз, сол себепті бәлкім сізге басында кішкене қиынырақ болуы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, әрине, үйреніп кетесіз. 21 ғасыр демекші, барлығы өз қолыңызда тұр. Сіздермен бірге болған G2 Masters. Follow us. Goodbye.